Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым. Бүгін мен өзімнің арнамда біраз мәселелерді талқылауға тырысамын. Талқыламас бұрын ең алдымен менің арнама тіркеліп, лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Сіздерге лайк басу қиын емес, осы нәтижесінде YouTube менің арнамны дамытады, аудиторияны кеңейтеді. Құрметті қазақ елі, қазіргі уақытта ақпарат далада көп мәселелерді жас қазақтың жігіттері көтеріп жатыр. Осы қазақ жігіттеріне қарасақ, олар біріншіден менің ойымша өздерінің ой пікірін айтпайды. Олар шетелдегі жетекшілерінің ақпарат даламызға кіргізіп жатыр. Содан кейін олардың жетекшілері қарап жүр. Қандай осы ақпаратқа біздің қазақ еліміз қалай өздерінің ой пікіріні жазады, қалай кіргізген ақпаратқа қолдайды ма, қолдамайды ма, қарап жатыр. Менің ойымша бұл жас қазақтың жігіттері тек қана өздерінің қалтасы үшін осындай жұмысты атқарып жатыр. Бірақ келешекте ойламай осы адамдар өздерінің ұрпақтарына көздеріне қарайды. Қазіргі уақытта олар 30-ға келген, шамалы 30-ған өткен жас қазақтың жігіттері. Соған қарап, мен өзімнің ой пікірімді айтайын. Біріншіден, бұл біздің арнайы мемлекет органдарға дұрыс қарауға керек. Негізі осы жігіттер, олар көп біздің тәуелсіздігіне кедергі жасап жатыр. Олар біраз адамдарды өз жағына бұрып жатыр. Көп адамдар осы ақпаратты қарап, нақты деп ойлайды. Бірақ менің ойымша, осы жасалған олардың жетекшілерінің ақпараты, ол тек білімді емес адамдарға арналған. Негізі осы ақпарат қазақ тарих туралы және қазақ ұлт дәстүрі туралы, қазақ тілі туралы. Неге олар тек қана осы бағыттарда көп бейне шығарып жатыр? Негізі олардың жетекшілері нақты біліп жатыр. Тіл білмейтін, өз тілін қолдамайтын халық келешекте келешегі жоқ. Ұлт дәстүрі болмаған халықта ешқандай келешекте дамыған халық болмайды. Осыған қарасақ, қанша қазіргі уақытта халықтар бар. Олардың өздерінің саны үлкен болса да, олардың мемлекеттері жоқ, тәуелсіздігі жоқ. Бізде Қазақстанымызда осындай үлкен бай жерімізде біздің мемлекетіміз бар. Біз тәуелсіз ел. Бірақ осындай адамдар, сатқындар бұрында болған. Тарих жағынан қарасақ, қазіргі уақытта мүмкін біразы түсінбей, біразы қазақ хандығы үшін өздерінің өмірін салған, біразы Ресей империясына бағынып, осы біздің нағыз жанашырларға қарсы шыққан. Содан кейін соңғы ханымыз Кенесары хан осы өмірін осы жолға салған. Сонымен қарасақ, біраз мәселелерді біз қарастырып, өздеріміздің идеология және патриоттық жағынан өзгертуге керек. Негізі осы жас жігіттер, олар осы тәуелсіз Қазақстанда мектепте оқыды. Олар тәуелсіз Қазақстанның университеттерді, колледжді бітіріп, өздерінің олардың ой пікірін тыңдасақ, олар мемлекетімізді қолдамайды. Олар біздің отанымызды сүймейді. Оларға бәрібір. Олар Ресейге барып, Ресейдің орыс община деген топқа барып, өздерінің ой пікірін айтып жатыр. Қазақпын, мен арғын руының ұрпағы, менің ана тілім орыс тілі, мен орыс тілін қолдаймын. Осы адамдар, олар
орыс мемлекетті жақсы көрсе, менің ойымша олар осы орыс мемлекетіне өмір сүруге барсын. Неге олар біздің Қазақстанымызда жүріп, Қазақстанымызды қолдамай, мұнда кедергі біздің мемлекетімізге жасап, біздің ақпарат далада өздерінің жетекшілердің, арнайы мемлекет органдардың жетекшілердің ақпаратын бізге кіргізіп, біздің бірлігімізге кедергі жасап жатыр. Содан менің ойымша біздің арнайы мемлекет органдарға осындай қазақ жігіттерімен көбірек жұмыс атқаруға керек. Олар ешқандай біздің мемлекетімізде жақсылық әкелмейді. Олар қазақтың арасында тек қана қазақ арасын бөліп жатыр. Олар кеңес мемлекетті олар тұрмағанда қалай өмір сүрген адамдар кеңес мемлекетті білмейді. Бірақ аузынан сілекейін ағызып, осы кеңес мемлекеттің мақтап, айғайлап жүр. Соған қарасақ, біз қазақ халқы осы менің ойымша кеңес мемлекет ыдырап кеткен уақытты бұл біздің Қазақстанымызға жаңа жолды ашқан, жаңа Қазақстанды қазіргі уақытта сол үшін біз жасап жүрміз. Сол болмаса, біз қазір кеңес мемлекетте жүрсек, қазіргі уақытта қазақ тілі, қазақ дәстүрі, барлық қазақтың жағдайы жақсы болмайтын мен 100% білемін. Негізі сол уақытта мен тұрдым, сол уақытта мен оқыдым, сол кезінде отбасымды құрдым. Сол уақытта офицерлер айтқан, сен келешекте мүмкін майор боласың, ары қарай ешқайда сен жоғарыға бола алмайсың. Негізі сондай саясат болған. Бірақ осы тәуелсіз Қазақстан арқасында көп жетістіктерге жеттім. Полковник шенін алдым. Ғылым жағынан әскери тарих ғылымдарының докторы, профессор болдым. Сонымен менің ойымша бұл тек қана тәуелсіздік арқасында болып жатыр. Біздің Қазақстанымыз осы тәуелсіздік жағынан көп үлкен жағдайға келіп жатыр, жоғарыдан көрініп жатыр. Барлық әлемнің танымал мемлекет болып табылады. Құрметті қазақ елі, құрметті менің тыңдаушыларым, осы менің арнама тіркеліп, лайк басу және қоңырау басу ұмытпаңыздар. Осы менің видео таратыңыздар. Өздеріңіздің ой пікіріңізді жазуға ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар.